Сәлем достар, біз бүгін оңай әрі пайдалы салат жасайтын боламыз. Ол үшін асылған қызылшамызды теркадан өткізіп аламыз. Майдаланған жаңғағымызды саламыз, жуып тазартылған мейізімізді саламыз және теркіден өткізген алмамызды саламыз. Осының үстіне йогурт құйып, жақсылап бәрін араластырамыз. Бұл жерде қызылша мен алманы кубиктеп турасаңыз да болады, және де йогурттың орнына қаймақ немесе майонез пайдалансаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауыңызға қарайсыздар. Жақсылап араластырамыз және де өзімізге қажет ыдысқа саламыз. Ыдысқа салып болғаннан кейін бетін әрлейтін боламыз. Бетін өйстіп жаңғақпен әрлейміз. Жаңғақты осылай ірі немесе ұсақтап жасасаңыздар да болады. Салат өте пайдалы, тез әрі оңай дайындалады. Ас болсын, бізбен бірге дайындаңыздар.